Мен отбасым туралы мүлдем әңгіме қозғаған жоқпын. Мен осы күнге дейін отбасым туралы әңгіме қозғамадым. Ажырасу менің ең жек көретін нәрсем. Мен ақымақ емеспін, жай жібере салатым. Осы күнге дейін не істесем де отбасым үшін жасадым. 3 ай отбасымды сақтап қалу үшін біраз нәрсе жасадым. Бірақ мен жай семьямды жіберіп қойған адам емеспін. Бір-біріміз туралы жақсы ойда болайық, жамандауға асықпайық. Қолымнан келгенін жасадым, сөйлесіп жүрдік, бірақ нәтиже болмады. Ал сіздерге айтарым, отбасыларыңызды сақтаңыздар. Себебі бұл өмірде отбасыдан артық еш нәрсе жоқ. Жалғыздық тек Аллахқа жарасады. Аллахқа шүкір, бәрі тамаша. Бастысы денсаулық реттелді. Енді мен жұмысқа кірісейін, ату біраз жатып қалдым. Бұйырса жақын арада сіздерді жақсы бір туындымен қуантатын боламыз. В общем, жылап отырып күліп отырып жылайтын керемет дүние ұсынамыз. Ең бастысы айтары бар. Ажырасса гүлдер дайын, Балжан Бидашқа сыйлықтар келуде. Үйде отырсам есік тоқылдады. Кім десем курьер, сыйлық жіберіпті. Мен күтпеген сыйлық, жазды әнші. Желі қолданушылары ажырасса гүлдер дайын, жақан шығар, қызғандыру әйтеуір деп жазуда. Еще могу вот так. Құтырып кетсе. Смотри, раз, три. Такси күткенше ойнап, қыздармен көңіл көтеріп алдым. Енді қазір шәкірттің үйіне барамыз, оқырманның үйіне барамыз. Қазір қызық интервью болады. Достар, менімен келісесіздер ме? Қазіргі мына заманда, мына уақытта бір зарплатаға қарап отыратын уақыт емесе, жұмыс істейсіз, ақша жетпейді. Отбасыға да көңіл бөлу керек, анда тартасың, мұнда тартасың, жетіспейді. Семьядағы көп ұрыстардың бірі ол ақша жетіспеушіліктен де болады. Қалай ойлайсыз? Дарым, сол қаншама хат келді, оқып жүрегім ауырып кетті ғой. Қаншама адам бар, қаншама тағдыр болады. Бірақ жақсы өмірді таңдау өзіміздің қолымызда. Біреулер ойлау мүмкін, ой, қойшы осыларда бәрі күшті, жеңіл келеді деп. Жоқ, олай емес. Мен де жақсы өмір сүргім келеді, барлығымыздың жақсы өмір сүргіміз келеді. Қазірде сіздің жақсы өмір сүруге кеш емес әлі, құқығыңыз бар. Көп адам проблема көптігінен шаршап кетеді. Келіп